Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы да бір жаңа әдемі узор үйренеміз. Қараңыздаршы, қандай күшті әдемі, мінекей. Тамаша. Оң беті осындай болса, теріс беті мінекей осындай. Мінекей қандай күшті. Бұл жилеттерге, кардигандарға күшті болып көрінеді, тамаша болып. Ал уақыт алмай осыны бастап көрейік. Алла ісімізге береке берсін. Мына жерде мен басқа жіппен де көрейін дедім. Сондықтан ақ жіпті алдым да, мына жерде 18 көз тоқып, көз алдым да, теріс жағынан барлық көзі терісінен тоқып шықтым. Негізі бұл узор өзі 8 қатардан тұрады. Сондықтан қазір уже біз бірінші қатарын бастап кетеміз. Ал бісміллә деп бастайық. Мінекей. Енді бірінші қатарында біз барлық көзді оңынан тоғып шығамыз. Аяғына дейін. Бұл узорда былайша қарағанда өте оңай. Тіпті бір көргеннен жаттап алуға болады бұл узорды. Мінекей. Осыменен міне узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Ал енді екінші қатар. Бірінші жіпті тоқымай іліп алдық. Енді қараңыздар. Бір жіпті былайынан іліп алып, бір көзді терісінен тоқимыз. Тағы бір жіпті іліп алып, бір теріс тоқимыз. Тағы бір жіпті іліп алып, терісінен тоқимыз. Тағы бір жіпті іліп алып, терісінен тоқимыз. Осылай біз екінші қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Көрдіңіздер ғой, қалай өте оңай. Мінекей. Тіпті бір қарағаннан-ақ жаттап алатын узорлар бәрі. Мінекей, осыменен біздің узорымыздың екінші қатары аяқталды. Мінекей, соңғысын терісінен тоқыдық. Бұдан кейін жіп ілмейміз. Керек емес. Соңғысын оңғып тоқып жібердік болды. Ал енді узорымыздың үшінші қатарына келдік. Бір жіпті іліп алдық. Енді қараңыздар. Мына оң көзді біз осылайынан оң білдекешпен тартып отырып, мынау жаңа іліп алған жібімізді былайынан босатып жібереміз. Сол кезде мынау үлкен ұзын көз болады. Екінші көзді солай істейміз, мінекей. Үшінші көзді де осылай. Төртінші көзді де осылай, мінекей. Бәрін осылайынан ұзын қылып жібереміз. Енді біз мынау 3 пен 4-ті 1 мен 2 мен екеуін айқастырып, мынау оң бетінде оңға қарай ауыстырамыз. Екеуін айқастырып ауыстырамыз. Ол үшін 1 мен 2-ні сол білтекешке іліп аламыз да, мына екеуін қазір босатып жіберіп, мына оң бетінде қайттан іліп алып, мына сол жақтағы білтекешке қайттан кигіземіз да, осы 4 көзді біз оңынан тоқып жібереміз. Мінекей. 3, 4. Көріңіздер ғой? Бұл да оңай. Так, мына бірінші көзді тағы да тартып тұрып, іліп алған жібімізді хоп еткізіп босатып жібереміз. Екінші көзді солай. Үшінші көзді тағы өйстіп босатып жібереміз. Және де төртінші көз. Енді бұл жолы 1 мен 2-ні мына оң бетінде 3 пен 4 пен екеуін орындарын ауыстырып айқастырамыз. Ол үшін ең оңайы төртеуінде былайынан босатып жібереміз. Ұрып қойыңыздар, ешқандай да сөгілмейді. 3 пен 4-ті осылай оң білдекешке
кигізіп алдым да сол білтекешпен 1 мен 2-ні мінекей өйстіп кигізіп алдым. Мынау сол білтекешке қайттан өзіне кигіземіз. Осы 4 көзді біз 10 қылып тоқып жібереміз. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, қандай оңай. Келесі тағы да мына 10 көзді тартып тұрып, жаңағы шалған іліп алған жібімізді босатамыз. Екінші көзді де солай босатып жібереміз. Үшінші көзді де тартып тұрып босатып жібереміз. Және төртінші көзді де. Мінекей. Мына жақты қарап аламыз узорда. Бұл жолы 3 пен 4-ті 1 мен 2-нің алдында айқастырады екенбіз. 10-ға қарай. Ол үшін мынау 1 мен 2-ні осылайынан сол білтекешке іліп алып, 3 пен 4-ті бүйтіп босатып жібереміз да. Қайтадан оң бетінде екеуін бүйтіп кигізіп аламыз. Сөйтеміз, мынау сол білтекешке қайттан кигіземіз, мінекей. Сонымен төртеуінде де 10 қылып тоқып жібереміз. Мінекей. Көрдіңіздер ғой. Келесі тағы да 10 көзді тартып алып, екінші көзді тартамыз, үшінші көзді тартып, төртінші көзді бүйтіп тартамыз. Мына жаққа қараймыз. Сонымен 1 мен 2-ні 3 мен 4-тің алдында екеуін айқастырып, солға қарай қаратамыз. Ол үшін бұлайынша төртеуінде босатып жіберсек те болады. Сөгілмейді. 3 пен 4-ті оң білтекешке іліп алдым. Және 1 мен 2-ні сол білтекешке осылайынан іліп алдым. Енді қалған екеуін, мінекей 1 мен 2-ні сол білтекешке қайттан кигіземде, төртеуін 10 қылып тоқып жіберемін. Мінекей. Соңғысын 10 тоқып жіберемін. Осыменен узорымыздың 3-ші қатары аяқталды. 4-ші қатарда кәдімгідей узордағыдай, суреттегідей барлық көздерді біз терісінен тоқып шығамыз. Болды. Бар болған осы. Мінекей. Көрдіңіздер ғой. Оңайы өте. Осыменен узорымыздың 4-ші қатары аяқталды. 5-ші қатар. 5-ші қатарда біз барлық көзді оңынан тоқып шығамыз. Мінекей. Бұл 5-ші қатар. Мінекей. Осымен 5-ші қатарда аяқталды. Міне. Көрдіңіздер ғой. 6-ші қатар. 6-ші қатарда енді жағы өткендегідей тағы да біріншісін іліп алдық. Енді тағы да бүйтіп бұлайынан шалып бір жіп іліп аламыз. Бір теріс тоқимыз. Бір жіп іліп аламыз. Бір теріс тоқимыз. Тағы да бір жіп іліп аламыз. Бір теріс тоқимыз. Мінекей. Көрдіңіздер ғой. Осылай. Әр терістің қасында жіп іліп алып отырамыз. Ұмытпаймыз. Қадағалап қарап отыру керек. Әйтпесе суреті сәйкес келмей қалады тура. Сосын қайттан сөгуге тура келеді. Мінекей. Осымен узорымыздың 6-ші қатарда аяқталды. Мінекей. Мінекей соңғысын терісінен тоқыдық. Жіп іліп алмаймыз. Соңғысын оңғып тоқып жібереміз. Так, енді 7-ші қатар. Бәрі жіпті іліп алдық. Енді жағы өткендегідей тағы да мына
оң көзді бүйтіп тартып алып отырып, мына іліп алған жіпті босатып жібереміз. Екінші көзде де солай, үшінші көзде де, төртінші көзде де осылай. Көрдіңіздер ғой, иә? Енді төменге қараймыз. Төменде мына бізде екі қатарынан көздер екі жаққа қараған екен. Бұл жолы бір-біріне қарайтындай қылып айқастырамыз. Ол үшін бірінші мен екінші көзді осылай іліп алып тұрып, мынау 3 пен 4-ті осылайынан іліп аламыз. Сөйтеміз де төртеуін оң қылып тоқып жібереміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мінекей. Тағы да бірні оң көзді тартып алып тұрып, іліп алған жіпті босатып жібереміз. Екінші көз, үшінші көз, төртінші көзде сондай. Көрдіңіздер ғой, иә? Бұнда мынау 3 пен 4-ті бет жағында, алдыңғы қатарында оңға қарай ауыстырамыз қазір. Мұны ол үшін 1 мен 2-ні сол білтекешке іліп алып, мына екеуін босатып, қайтадан мына екеуін кигізіп алып, осылайынан төртеуін оң қылып тоқып жібереміз. Мінекей. Келесі тағы да 4 ұзын көз шығарамыз. Іліп алған жіпті осылайынан босатып жіберіп отырамыз. Оң жіпті көзді іліп алып, осылайынан мынау екінші, мынау үшінші, мынау төртінші. Мінекей, көрдіңіздер ғой, иә? Так, мына жақта оңға қарай қараса, онда мынау қазір сол жаққа қарау керек. Ол үшін мына төртеуіне былайынан босатып жібереміз. 3 пен 4-ті оң білтекешке іліп алып, 1 мен 2-ні сол білтекешке іліп алып, сөйтеміз да төртеуін оң қылып тоқып жібереміз. Мінекей. Так, қазір аяғына дейін барайық. Так, бұл енді қазір бізде 7-ші қатар ғой. Мына оң көзді тағы да осылайынан 4 көзді тартып тұрып, төртеуін ұзын көз шығардық. Мінекей. Иә, так, жолы оңға қарайды екен суретте. Мынау 1 мен 2-ні іліп алып, мына екеуін босатып, қайттан іліп алдым да, төртеуін оң қылып тоқып жібердім. Мінекей. Соңғысын оң қылып тоқып жібердім. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, иә? Міне көз шыққаны. Және 8-ші қатары. 8-ші қатарда барлық көзді біз терісінен тоқып шығамыз. Мінекей. Мінекей. Міне, осыменен біздің 8-ші қатарымызда аяқталды. Мінекей, көрдіңіздер ғой, иә? Қандай күшті. Мінекей, әдемі болып шығып келе жатыр. Тамаша, иә? Так, бастапқы кездегі тағы да бір-екі қатар көрсетіп жіберейін, иә? Бір жіпті іліп аламыз. Бірінші қатарда әдеттегідей барлық көзді біз оңынан тоқып шығамыз. Мінекей. Осымен бірінші қатарда аяқталды. Екінші қатарда ендігі естеріңізде шығар, иә? Бірінші іліп алғаннан кейін бір жіпті іліп аламыз, бір теріс тоқимыз, бір іліп аламыз,
терісінен тоқимыз, іліп аламыз, терісінен тоқимыз. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, қандай оңай. Осымен екінші қатарда аяқталды. Ал енді қараңыздар, мына жерде мына екі жіп бір-бірімен түйісіп, екеуі бір-біріне қарап тұрған. Енді екеуі екі жаққа қарайтындай өйстіп тоқу керек. Сонда мына бастапқы мына жердегі бірінші қатардан бастап осылайынан тоқитын боламыз. Мінекей қазір қараңыздар. Біріншісін іліп алсақ, жаңағы төрт көзі ұзын көзді шығарамыз. Оң көзді тартып тұрып, іліп алған жіпті тартамыз. Екінші көзде де солай, үшінші көзде де солай, төртінші көзде де солай. Көрдіңіздер ғой, енді бұл оң жаққа қарау керек. Мына екеуі ол үшін мына теріс жағынан бір мен екіні іліп алып, мына екеуін босатып, оң бетінде қайттан іліп аламыз. Сөйтеміз де екеуін, кешіріңіздер, төртеуін оңнан тоқып шығамыз. Мінекей. Тағы да мына жіпті тартып аламыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Мінекей. Іліп алған жіптің бәрін босатып атырмыз жіберіп. Бұл жолды енді солға қарай қаратамыз. Бір мен екіні өстіп іліп алып, 3 пен 4-ті босатып жіберіп, теріс жағын іліп алдық та, мынаны алғарай жіберіп, төртеуін оң қылып тоқып жібереміз. Келесі тағы да жіпті тартып алып, бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Бұл жолы оңға қарайды екен. Теріс жағынан бір мен екіні іліп алып, 3 пен 4-ті босатып, оң бетінен қайттан іліп алып, төртеуін оң қылып тоқып жібереміз. Мінекей. Енді соңғысы. Тағы да оң жіпті тартып алып, іліп алған жіпті босатамыз. Екінші көзде солай. 3, 4. Енді бұл жерде солға қарайды екен. Ол үшін бір мен екіні іліп алып, 3 пен 4-ті босатамыз да, теріс жағынан екеуін іліп аламыз. Сөйтеміз де төртеуін оң қылып тоқып жібереміз. Мінекей. Бұл үшінші қатарымыздың аяғы. Төртінші қатарда, естеріңізде шығар, барлығын терісінен тоқып шығамыз. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, қандай күшті әдемі болды. Мінекей. Керемет. Безрукавкаға негізі ертең көктемде киюге күшті болады бұл. Тамаша. Керемет болады. Қандай цветпен болса да. Ал енді осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көрдіңіздер ғой, қандай күшті. Қандай болса да. Керемет. Ал сонымен бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Көріңіздер, тоқыңыздар. Бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Менің каналыма тіркелуді ұмытпай, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сонымен сау саламатта болыңыздар. Жақсы.